Қайырлы күн, назарларыңызда Ауыл Ньюс және мен Айсана Қахарман. Өткен аптаның негізгі жаңалығы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев әділетті Қазақстан, заң мен тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм атты Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Ауыл партиясының орталық аппарат қызметкерлері мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауын тікелей эфирде тыңдады. Жолдауда еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуының 9 стратегиялық бағыттары айқындалды. Оның барысында ауыл шаруашылығы саласы да шет қалмады. Президент халықтың әл-ауқатын жақсартуға септігі тиетін көптеген шара қолға алынғанын айта келе, алдымызда әлі талай ауқымды жұмыс тұрғанын алға тартты. Астанада атом электростанциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб құрылды. Штаб құрамына 6 саяси партияның, 20-ға тарта республикалық қоғамдық бірлестіктердің белсенділері, сондай-ақ депутаттар, зиялы қауым өкілдері, танымал ғалымдар, мәдениет және спорт қайраткерлері, жастар ұйымдарының көшбасшылары енді. Ауыл партиясы аталған штабтың құрылуына қолдау білдірді. Сондай-ақ апта ішінде Ауыл партиясы фракциясының отырысы өтті. Күн тәртібінде қаралған негізгі мәселе жалпы ұлттық референдум. Фракция депутаттары атом электростанциясын салуды қолдау жөніндегі халықтық штаб құрамындағы қызмет бағыттарын сараптап, алдағы жұмыс барысын айқындады. Парламент мәжілісі сессиясының жаңа маусымдағы жалпы отырысында Ауыл партиясының фракция депутаты Анас Баққожаев, сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевке ветеринарлық санитарлық сараптама қызметін мемлекетке қайтаруға қатысты сұрақ қойды. Астана қаласында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары қарсаңында Ауыл партиясы төрағасының орынбасары Қайрат Айтуғанов ауқымды іс-шараға партия атынан тіркелген волонтерлермен кездесті. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Ауыл партиясы жастар қанатынан 27 волонтер тіркелді. Олар өз міндеттерін жоғары деңгейде атқаруға әзірлік танытып отыр. Маңғыстау облысында партия белсенділері жергілікті отбасылық құс шаруашылығымен танысты. Бұл шаруашылықтың ерекшелігі адам ағзасына пайдалы бөдене жұмыртқасы өндірісін қолға алу. Бүгінде онда 2500 бөдене құсы бар және күніне 1500-2000 жұмыртқа өндіріледі. Ақтөбе облысында өңірлік филиал басшысы Әлібек Айдарханұлы мен облыстық мәслихат депутаты Камшат Шәкірбекқызы Ойыл ауданында көктемгі су тасқынынан зардап шеккен 6 отбасыға Ауыл партиясы атынан ірі қара малын табыстап, қомақты қаржылай көмек көрсетті. Өскеменде партия белсенділері, жергілікті атқарушы билік өкілдерімен бірге коммуналдық нысандардағы жөндеу жұмыстары барысын және алдағы жылу маусымына дайындығын тексерді. Осы да өзге де жаңалықтарды біздің әлеуметтік желілерден таба аласыздар. Ауыл аман, ел еңселі болсын. Келесі аптада жүздескенше.